Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Назерке. Бүгін сіздерге мүлде пешті қажет етпейтін, бір сөзбен айтқанда қазанда пісетін мақпал тортының рецебін ұсынамын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін тоңазытқыштан, яғни холодильниктен шыққан 3 жұмыртқа қажет болады. Оның үстіне 180 грамм қант қосамыз. Міндетті түрде таразыға өлшеп барып қосыңыздар. Және осы екі массаны блинчиктің көмегімен жақсылап тұрып араластырамыз. Шамамен 10 минуттай араластырыңыздар. Қантымыз толықтай ерімесе де, сол еруге жақын қалғанша араластырыңыздар. Миксеріңіз болса, миксермен де араластыруға болады. Келесі кезекте 230 мл сүт құямыз. 100 мл сұйық май құямыз. Енді осы массалардың барлығын жақсылап тұрып араластырып аламыз. Келесі кезекте құрғақ өнімдерімізді біріктіреміз. 260 грамм ұнға 1 ас қасық ас содасын қосамыз. Жақсылап араластырып, сұйық массамызға біріктіретін боламыз. Бұл жерде какао қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Мен пайдаланған жоқпын. Енді өздеріңіз білесіздер. Барлығын түйіршік болмайтындай етіп араластырып аласыздар. Бұл жерде миксердің қажеті жоқ, осылай блинчикпен араластырып аласыздар. Және осы кезде 1-1,5 кішкентай қасықпен мөлшерлеп бояғыш қосасыздар. Барлығын жақсылап тұрып араластырасыздар. Шамамен 5-6 минуттай жеткілікті. Барлығы бір қалыпқа еніп, түсі қызыл түске айналғанша жақсылап тұрып араластырып алыңыздар. Енді арнайы осындай кесемен немесе бұдан да кішкентай кесемен бөліп алсаңыздар болады. Дәл осындай кеседе менде 3 корж шығады. Қалыңдығы барлығы бірдей болу үшін арнайы осындай кесемен бөліп алып құйсаңыздар да болады. Табамызды алдын ала қыздырып аламыз 5 минут алдын. Содан соң сұйық маймен майлаймыз да жаңағы дайындап қойған сұйықтығымызды құямыз. Оттың астын қатты бір қыздырып аласыздар. Содан кейін табамызды қоямыз, қазанымызды қойғаннан кейін орташа отта қоямыз. Орташа отта шамамен 8-10 минутта пісіп шығу керек. Біздің қазанымыз тап-таза, қазанымызды жабатын қақпағымыз да тап-таза болу керек. 8-10 минут өткеннен кейін біздің қақпағымыз осылай беті буға айнала бастайды. Сол кезде осындай майлықтың көмегімен барлығын тап-таза алып сүртіп аласыздар да, тағы да бетін жауып, шамамен 5 минутқа қойып қоясыздар. Міне уже түйіршік пайда болып, пісуге жақын қалды. Бетін жауып, тағы 5 минутқа қоясыздар. Міндетті түрде қарап отырыңыздар. Бар жоғы 10-12 минуттың ішінде осылай бір корждарыңыз тез пісетін болады. Әркімнің пеші әрқалай, қазаны да әрқалай, сондықтан қарап отырыңыздар. Міндетті түрде өзі білінеді. Беті түйіршіктеніп, қолыңызбен ұстаған кезде, немесе қолыңызбен піскенін білмей баратсаңыз, осындай таяқшаны тығып, арасы құрғақ болып шықса, міндетті түрде пісті деген сөз. Сол мезетте қазанымызды алып, осылай лопатканың көмегімен жайлап отырып, екі қолдың көмегіне жүгініп, сындырмай аламыз. Қазір ып-ыстық болып тұр. Міне пештің өзінде осылай көтерілмейді кейбір рецептерде. Сондықтан осы қазанмен жасап көріңіздер. Дәл солай 3 рет қайталаймыз, яғни 3 корж шығады. Мінекей дәл осындай болып көтеріліп пісіп шығады. Толықтай суытып алып, барып крем жағамыз. Мен осы кезде ешқандай крем қатты пайдаланған жоқпын. Аяқ асты жасадым, ауызашарға жолдасыма жасап бердім. Жарты сағаттың ішінде дайындадым. Сіздер бұл жерде қандай крем пайдалансаңыздар да өздеріңіздің қалауларыңыз. Жай ғана пирог ретінде кесіп балдарыңызға берсеңіздер де болады. Өте дәмді. Мен пайдаланып жатқан кремнің рецептісін описанияға ссылкасын қалдырдым. Сол жерден көріп жасасаңыздар болады. Негізі басқа крем түрлерін пайдалансаңыздар нағыз красный бархат торты болады. Неке енді мен қасықпен барлығын толықтай жағып аламын да, әсемдеуі де өздеріңіздің қалауларыңыз достар. Ары қарай не істесеңіздер де өздеріңіз білесіздер. Ең бастысы мен корждың оңай әрі тез және де көтерілуі де керемет болып шығатын рецепті сіздерге ұсындым. Солай жасап көріңіздер, өте дәмді, әрі ерекше, ең бастысы тез дайындалады. Мен қазір сіздерге арасын кесіп көрсететін боламын. Ең бастысы
Кремді жағып болғаннан кейін міндетті түрде тоңазытқышқа ең кемінде жарты сағатқа салып алыңыздар. Сонда дәмді болып шығады. Кремі де бойына сіңеді. Мен пышақпен кесіп жатқан кезде байқаған шығарсыздар, тез кесіліп жатыр. Қорждарымыз өте жұмсақ болып шығады. 100% сіздерге дайындап көруге кеңес етемін. Нағыз оңай рецепттердің бірі. Қараңыздар, мінекей өте жұмсақ болып шықты. Достар, егер сіздерге менің рецептім ұнаса, міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Менен қандай рецепттер күтесіздер, міндетті түрде пікірге қалдырыңыздар. Мен сол рецепті шығарамын алдағы уақытта. Сіздермен қоштаспаймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Ораза айы қабыл болсын.